Hello, my dear friends. Сәлем менің қымбатты достарым. Тақырыбымыз past continuous. Нақ өткен шақ. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Нақ өткен шақ етістігі past continuous қай кезде қолданамыз? Мен үйге кірдім, мысалы, Ал I was going home at 7 o'clock. Нақ уақытты бізге беріп тұр. Мен үйге сағат 7-де кірдім. Қай кезде қолданамыз? Белгілі бір іс-әрекет нақ өткен шақта болған кезде. Мысалы, I was going home yesterday at 6 o'clock. Кеше сағат 6-да мен үйге бардым. Өткен аптаның 6 мен 8 арасында, I was going home last week from 6 to 8. Кеше сен келген кезде, I was going home yesterday when you came. Яғни сен келген кезде. Past continuous'ке қойылатын 3 арнайы уақытымыз бар. Мысалы, нақты өткен шақта уақытты белгілейді. At 1 o'clock we were sunbathing. Сағат 1-де біз күнге қыздырынғанбыз. 2 нақ өткен шақты біріктіреді. While I was washing up, he was watching TV. Мен жуынып жатқан кезде ол телевизор көріп жатты. Яғни белгілі уақытта. Нақ өткен шақ уақытымен қарапайым өткен шақты байланыстырады. I was sleeping when the rain started. Жаңбыр жауып бастағанда мен ұйықтап жатқанмын. Формуласы to be plus verb plus ing. Яғни to be көмекші етістігі арқылы жасалады. Және де етістікке ing формасы қосылады. Енді to be етістігінің жүктелуін қарап көрейік. Жекеше түрде I, he, she, it-та біз was'ды қолданамыз. Ал көпше түр you, we, they-да біз міндетті түрде when-ы қолданамыз. Was plus verb ing, were plus verb ing. Make sentences. Сөйлем құрастырып көрейік. I was sleeping yesterday. Mother was doing homework yesterday at 6 o'clock. Мысалы, осындай сөйлемдер құрастыруға болады екен. My friend was watching TV yesterday at 6 o'clock. Болымсыз сөйлемдер. Мысалы, кеше мен сағат 6-да үйге келе жаттым. I was going home yesterday at 6 o'clock. Кеше мен сағат 6-да үйге келе жатқан жоқпын. I was not going home yesterday at 6 o'clock. Was немесе were plus verb ing, ал болымсыз түрде not-ты қосады екенбіз. Make negative sentences. I was not sleeping yesterday at 6 o'clock. Немесе we were not doing homework yesterday at 6 o'clock. Сұраулы сөйлем I was going home yesterday at 6 o'clock деген сөйлемге сұраулы сөйлем көрейік. Was I going home yesterday at 6 o'clock? Ештеңе өзгерген жоқ, тек қана көмекші to be етістігінің өткен шақ формасы сөйлемнің алдына шығып қойды. Make questions. Was I sleeping yesterday at 6 o'clock? Немесе were we doing homework yesterday at 6 o'clock? Сөйлемнің несіне жауабы yes, I was немесе no, we were not деген to be мен жауапты қайтарамыз. Good luck. Thank you very much for your attention. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.